Сәлем қыздар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін сіздермен жаздың күні өте көп дайындалатын голубцы тамағын бірге жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Таза ыдысымызға 500 немесе 600 грамм фаршымызды саламыз. Фарш менде сиырдың етінен жасалған, қаласаңыз қойдың етінен жасасаңыз болады. Оның үстінен алдын ала жуып тазалап алған 150 грамм күрішімізді саламыз. Көп қыздар күрішті пісіріп қосады. Пісіріп қосқаннан гөрі шикілей қоссаңыз дәмі ерекше болып шығады, себебі қайнаған кезде суға кетіп қалады. Одан кейін пиязымызды саламыз. Пиязды мен қырғыштан өткіздім. Егер өзіңізге ыңғайлы болмаса, турауға да болады. Қыздар, мен қырғыштан 3 пиязды өткіздім. Егер қырғышыңыз болмаса, 3 немесе 4 пиязды майдалап қоссаңыздар болады. Пиязы көп болса өте дәмді шығады. Фаршымыздың үстінен дәміне қарап тұзымызды қосамыз, және де бұрышымызды қосып аламыз. Фаршымыздың үстінен 150 немесе 200 мл су құйып жіберіңіздер, сонда голубцыларыңыз құрғақ болып қалмайды. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Фаршымыз дайын болды. Енді болгар бұрыштарын осылай жуып тазартып алдық. Осының ішіне жаңағы фаршымызды салып шығатын боламыз. Қазанымызды отқа қойып, майымызды құямыз. Ол қызғанша қуыратын заттарымызды дайындап аламыз. Бізге ең бірінші пияз керек болады. Пиязды өзіңізге ыңғайлы кез келген пішінде тураңыздар. Және де помидор керек болады. Помидорыңыз болмаса, обычный томат қоссаңыздар да болады. Картобымызды да осы видеодағыдай етіп, өте майда қылып жібермей, орташа ірілікте турап аламыз. Мінекей біздің қуыратын заттарымыз дайын болды. Ал болгарский бұрышқа, болгарский перецқа салған фарштарымыз да дайын болды. Қызып тұрған майымызға пиязымызды салып, пиязымыз сары, алтын сары түске енгенше қуырамыз. Мінекей пиязымыз қуырылып сарғайды. Енді оның үстінен помидорымызды саламыз. Помидорымызды да ұзағымен 3 немесе 4 минут бойы қуырып аламыз. Помидорымызды қуырып жатқан кезде міндетті түрде тұз салып қуырамыз, себебі тұзды помидор ерекше дәмді болады. Оның үстінен картобымызды саламыз. Картобымызды 2 немесе 3 минут бойы қуырамыз. Қуырылып болған картобымыздың үстіне су құямыз. Суымыз міндетті түрде қайнаған су болу керек, қыздар. Қайнап шыққаннан кейін жаңағы болгар бұрышына салынған фарштарымызды қазанымызға саламыз. Қақпағын жауып, қайнағанша күтеміз, қыздар. Қайнап шыққаннан кейін астын басып, төменгі отта 40 минут бойы пісіреміз. 40 минуттың ішінде біздің голубцы сорпамыз дайын болды. Иісі өте керемет болады. Жаздың күні өте витаминге бай, балапандарыңыз сүйсініп жейтін болады. Арасы құрғақ болып қалмайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған бота.